Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен байланысты Ұлпатай. Бүгін YouTube'қа бүгінгі салатын тақырыбым жалпы қарым-қатынас жайлы, отбасылық өмір жайлы. Жасты тұрмыс құруға қорықпадыңыз ба деп бір қыз сұраған екен, сол қызға жауабым болсын. Жалпы неге бұл тақырыпты алдым? Тек қана білім, кітап, қойын дәптер, тағы басқа өзімнің ойларымнан бөлек жалықтырып жіберемін бе дедім. Сонымен қатар мүмкін менің қарым-қатынас әңгімесінде де айта алатын әңгіме бар шығар деп ойладым. Жалпы мен 19 жасымда тұрмыс құрдым. Тұрмыс құрған кездегі менің ең бірінші болмайды әліға кергеміз. Қиналған мәселем ол адаптация. Яғни бәріміз білеміз, адаптация барлық жерде болады. Сіз бір жұмыс орынға кірсеңіз де, жаңа ортаға келсеңіз де, жалпы тіпті кішкентай балаларға да балабақшаға үйренуге адаптация қажет қой. Сол сияқты жалпы үлкен өмірге қадам басқан кезде адаптация бәріне қажет болады. Адаптация менде де болды. Мен келіндік өмірде өзімді жақсы қабылдай алдым. Жалпы келіндік өмірде менде ешқандай мәселелер болған жоқ. Тұрмыс тіршілікке оңай үйрендім десем де болады. Ал күйеуіммен келген кезде кейбір кезде адаптация менде болды. Бастапқы кездерде үйрену бір шама қиыншылықтарға алып келді. Өйткені мен небәрі 19 жастамын, ойлашы. 19 жаста мен үйлену туралы, сен енді бір адаммен өмір сүресің, ойлан. Сенің жауапкершілігің отбасындағы өзіңнің бір жауапкершілігің болады. Яғни енді сен өзің деп емес, біз деп өмір сүресің. Жалпы сондай адаптация болды менде. Бастапқы кезде тіпті мен күйеуімнен ақша алуым керек екенін де білмегенмін ғой, білесіңдер ме? Әлі есімде, біз тұрмыс үйлендік, яғни ұзату болды, некемізді қидық, заңды түрде үйлендік. Содан кейін екеуміз пәтерге көштік, қалаға келдік бөлек шығып. Сол кезде күйеуім бір аптадан кейін ауылға баратын болды. Яғни сенбі жексенбі күндері ауылға кетті. Сол кезде маған қолыма 5000 теңге ұстатып кетеді. Мынау ертең керек жарақтарыңа егер тағы да керек болса сұрарсың дейді. Мен ана 5000 теңге бетіне қарап тұрмын, не үшін деген сұрақ қоямын ғой. Сол кезде барып менің басыма сигнал келеді. Яғни енді менің қажеттіліктерімді өтейтін адам бар. Яғни маған енді ақша сұрау, күйеуімнен ақша алу, это норма деп бұны сол кезде ойладым. Бірақ оны кейін, біраз жылдан кейін өмірімде бірақ қолдандым. Яғни менің миымда тек қана өзім өмір сүремін, өзімді өзім қамтамасыз етемін, ата-анам кейде көмектеседі деген қағидалар ғана болды да. Күйеуімнің маған басқа әңгімені айтпай қояйық, қыздар. Тіпті менің күйеуімнің мені асырайтынын ойланбағанмын ғой, мен тіпті білесіңдер ма? Бұл өте қате. Қазір Роза коуч айтады ғой, Роза Шырбаева айтады ғой, қасқыр болып тию керек деп. Ол рас, барлық жағынан өздеріңді дайындау керексіңдер. Жыныстық қатынас, жыныстық сауаттылық, өмірге деген көзқарас, екеуің сен, мен емес, біз деген ұғыммен өмір сүру, бала жоспарлау, отбасылық қаржыларды қалай жұмсаймыз, кім қанша ақша табады, кім қанша уақытын қайда жұмсайды, қаншалықты отбасыға уақыт арнау керек, жоспары қандай, кім күнін қалай өткізеді, соның барлығын отырып сөйлесу керек. Бұл тұрмыс құрғанға дейін, отбасы болғанға дейін талқылану керек әңгімелер. Жалпы негізі мен бәріне айтамын, қарым-қатынас құрған кезде ең бірінші ол ниет. Бәріне айтам, Құдай сақтасын, ешкім ажырасып кетем деп тұрмыс құрмайды. Сонда да я Аллам, осы адаммен менің өмірімді соңына дейін осы адаммен қайырлы ете көр, қайырлы жар ете көр, осы адаммен мен саналы ұрпақ тәрбиелейін, инабатты ибалы ұрпақтарымыз болсын, бірге қартаю нәсіп етілсін, қартайғанда, қиындықта, жақсылықта, жамандықта қасымызда бір-бірімізге болатын сүйеніш болайық. Бұл маған арқа сүйесін, мен оған жұбаныш болайын деген ниет болу керек, қыздар. Менде осы ниет болды. Әлі де айтам, маған
маған әкемнен сұрап, әкемнен баталар кезде әкеме айтқанмын: папа, мен бұл баланы сүйем, күйем, өліп тұрмын деп айтпаймын. Папа, мен бұл балаға арқа сүйеп тұрмын. Папа, мен бұл балаға сенемін деп айтқан. Әкем әлі күнге дейін соны айтады. Ұлпашкам айтқан сүйем, күйем емес, бұл балаға сенем деген, сенімі ақталды деген үміттемін деп. Аллаға шүкір, өзімнің күйеуімді ешқашанда мақтамаймын. Ойбай, мен күйеуім, ойбай деп айтпаймын. Әйел адамның өзінің әрекетінен, әйел адамның өзінің бет бейнесінен оның күйеуі қандай екені көрініп тұрады. Бақшадағы гүлзар қандай болса, оның бақташысы қандай екені білінеді деген сөз рас шынымен де. Бұрындары аталарымыз, апаларымыз айтушы еді ғой, еркектің айнасы ол әйел деп. Жоқ, қазіргі таңдағы әйелдің айнасы ол еркек. Ол рас. Жалпы ең алғашқы осы тұжырымдайтын, осы жөндейтін ол ниет болса, екіншісі күйеуіңізбен, болашақ жарыңызбен, тіпті жігітіңізбен өзіңіздің ортақ қызығушылықтарыңызды, мінездеріңізді барлығын сараптап жазыңыздар. Яғни сіз жазасыз: мен шығармашылықтың адамымын, яғни мен ақша табуға фокусымды қоймаймын. Яғни өзі шығармашылық адамдар өзі сондай болады. Мен мысалға ақын, жазушы ретінде өзімді ойбай, қатты айттым ба? Өте қатты айтып қойдым ғой, жалпы осы әдеби саласындағы адам ретінде маған мысалға ақша деген қатты өте маңызды емес. Яғни менің отбасымды, балаларымды асырау үшін менің күйеуім ақшаға фокусты жақсы қоятын адам болу керек. Яғни ақшаны жақсы табатын адам болу керек. Екінші, мен өте тез әрекет етемін. Яғни менің жұбайым оған қалай қарайды. Я болмаса күйеуімнің мен ақырын қимыл әрекет жасайтынына қалай көзқарасым қандай деген болуы мүмкін. Яғни мен тез әрекет етемін, менің ойымша бәрі тез болу керек. Мен барлығын тез жинап тастаймын, барлығын тез істеп тастаймын, тез тамақ ішуім керек, тез істеуім керек. Ал менің күйеуім ұқыптылыққа бейімделген. Асықпай жасайды, асықпай тамақ ішеді, асықпай өзінің комнатасын реттеуі мүмкін, асықпай өзінің машинасын жөндеуі мүмкін деген сияқты. Ал менің өмірімде бәрі тез. Яғни сен екі мінездің бір үйде қалыптасуы оңай емес, қыздар. Осы қағиданы қатты назар аударыңыздаршы. Екі мінез бір үйде оңайлықпен не істемейді. Сондықтан оның болмысына сіз құрметпен қарасаңыз, ол да сіздің болмысыңызға құрметпен қарау керек. Яғни мен тез жұмыс жасаймын, ол ақырын, ол ештеңе етпейді. Есесіне ол ұқыпты жасайды. Ол тез жұмыс істейді, есесіне оның уақытын жақсы сараптай алады. Bir күнде бірнеше жұмыс атқара алады деген сияқты. Әр дүниенің өзінің плюстарын қарастыруларыңыз керек. Үшінші, ол сенің отбасымен, ең бірінші өзінің отбасымен қарым-қатынасы қандай. Яғни әке-шешесіне деген, бауырларына, қарындастарына, інілеріне, әпкелеріне деген қарым-қатынасы қандай. Және сен оның өмірінде қандай рөл аласың. Яғни ол менің әйелім, менің отбасым екеуін ешқашанда салыстыруға келмейді деген ұғыммен өмір сүру керек. Яғни мен жоқ отбасымды ғана таңдаймын, мен жоқ әйелімді ғана таңдаймын деген пікір ешқашанда дұрыс емес, қыздар. Ол ешқашанда дұрыс емес. Ешқашанда еркекті бір тарапқа қоюға болмайды. Сол сияқты ол да сізде болмау керек. Не құрбыларыңды таңда, не мені таңда, не бауырларыңды таңда, не мені таңда деген ешқашанда болмау керек. Сенің бауырларың, оның бауырларына сен де құрметпен қара. Ол да сенің бауырларыңа құрметпен қараған дұрыс. Сен оның достарына жақсы көзқараспен қара, ол да сенің құрбыларыңа жақсы көзқараспен қарау керек. Ой, ол бойдақ, ой, ол деген әлі тұрмысқа шықпаған, ол деген өзі расслабоне жүреді, ол болмайды, сені құртады, бойдақ досың сенің ойыңды улайды деген мүлдем болмау керек. Және достарына дегенде қарым-қатынасын қарағандарыңыз дұрыс. Тағы айтатыным, еңбекқор. Жалпы оның ақша табу функциясы қалай. Яғни мен күйеуімнің ақшасын мүлдем білмедім, жалпы жалақысы қанша екенін мүлдем білмедім. Алғашқы үйленген жылдың 1-ші айында ғана білдім. Әбден тойға дайындалып, тойға реттеліп жатқан кезде ғана білдім. Және ол зарплатасын қалай алатынын да білген жоқпын. Сол кезде ғана мән бердім. Ең бірінші мен күйеуімнің ақша табу функциясына мән бердім. Қалай? Мысалға күйеуім 5 күн
жұмыс істейді, иә. Одан кейін сенбі, жексенбі күндері ауылға келіп қайындыға таксовать ететін. Атпен таксовать ететін. Сол кезде мен айтатын, мә шаршамайтын қандай адам мынау. Таңғы сағат 5, түнгі сағат 10-11 шамасында ауылдан шығып кетеді, түнгі 1-2 келеді. Келесі күні қайтадан дүйсенбі күні ерінбей таңғы сағат 8-те жұмысқа кететін. Жалпы қазірде байқаймын, күйеуім үшін ұйқы қатты маңызды емес, яғни ол кісінің шаршап жұмыс істеуіне өзін үйрете алған. Яғни ол кісі үшін жұмысқа деген мән беру, міндетті түрде жауапкершілік жұмысқа деген өте жақсы да. Мысалға сенбі жексенбі күндері ол кісіде жұмыс болып қалатын болса, ой сағат 10-ға дейін ұйықтай тұрайын, бүгін демалыс қой 11-ге дейін ұйықтайын деген режим жоқ. Ол кісі как положено сағат 9-да жұмысқа бару керек болса, 9-да тұрып кетеді. Сонысына ризамын. Сол жалпы ақшаның еңбекқорлығы ғой. Біреудің қазір ана айтады ғой, қыздаршы рас ол. Біреудің туалетін қатса да, біреудің есік алдын қатса да, адал еңбекпен жақсы ақша табуға деген қабілет болу керек. Қандай ол? Қалай ол? Может ол мүмкін тілге шебер шығар, яғни мүмкін тамадалықпен айналыса мүмкін, өзінің өлеңдерін сата алуы мүмкін, я болмаса машинаны жақсы жөндеуі мүмкін, яғни біреудің машинасын жөндеп бере алуы мүмкін, стройкаға жақсы болуы мүмкін, яғни біреудің бірдеңесін істеп бере алуы мүмкін. Одан бөлек мебель жиһаздарды жақсы жасай алуы мүмкін. Жақсы сол қабілеттерін реттей алатын болса, яғни аш қалмайсыңдар қыздар ондай жігіттермен. Одан кейін жауапкершілікті қатты сезіну керек, яғни сіздер айтуларыңыз керек. Мені осы күні осы жерден алып кету керек және осыны апарып тастау керек деп бір апта бұрын айтасыздар. Соған жауапкершілік қарай алатын болса, ол жақсы, ол өте жақсы. Яғни біз қазір былай айтамыз, мен күйеуім айтам, сенбі жексенбі ешқандай да жоспар құрмаңыз, балаларды денсаулығын қарату керек, я болмаса уақыт өткізуіміз керек, болмаса отбасылық демалыстарға арнаймыз. Осы күндерге ешқандай да жоспар құрмаңыз. Ол кісі айтады, я құрмаймын, я ештеңе болмайды, жұмысым болатын. Ол кісі айтады, яғни жұмысым болатын болса, ертерек бітіріп келем, түске дейін жұмыстарын бітіріп келем, түстен кейін сендерге уақыт арнаймын, түстен кейін балаларға уақыт арнаймын, түстен кейін мен балаларды қарай тұрам, сен өзіңнің жоспарларымен жүре тұр деген сияқты әңгіме болады. Яғни бастан түсіністік таныту керек. Одан кейін шындықты айтыңыздар, мен тамақ жасай алмаймын, мен үй жинай алмаймын, мен істей алмаймын деген дүниелерді ашық айтыңыздар. Мен мысалы күйеуіме айттым, мен тамақ жасай алмаймын деп. Расында мен тамақ жасай алмайтынмын. Қатты қиналдым тамақ жасағаннан. Күйеуім екеумізге каша қылып жасап қоятынмын ғой тамақты. Одан кейін оны деген ысырапшылдық болатын, оны тастауда мусорға тастау қиын. Яғни былай қарасаң, күйеуіңнің тауып алып келген ақшасын сен мусорға тастап жатсың ғой. Ол дұрыс емес әрине. Сондай кездерде күйеуім айтады, мен жасай алмаймын. Одан бөлек ол кісі оған жақсы көзқараспен қарады, құрметпен қарады. Яғни тамақ жасау үшін бірге жасайтынбыз, бірге істейтінбіз. Болмаса алғашқы жылдары сырттан тамақ ішіп, тіпті бешпакетпен дос болу ол норма болды. Одан кейін мен тұңғышымды босағаннан кейін тамақты өте жақсы жасай бастадым. Міне екінші тұрмыс құрғаннан үйленгенімізге 3 жыл болды. Міне енді тамақ жасап, енді дастархан жасауды үйреніп келе жатырмын. Ол норма қыздар. Ол үшін өздеріңізді жазғырмаңыздар және күйеулеріңізге де айтыңыздар, ода тұрған ештеңе жоқ деп. Тағы бірдеңе айтайын дегенім, құрсын аяғым ұйып қалды ғой, ұмытып қалдым. Тағы не айтайын деп едім. Одан кейін екеуіңіз де бір-біріңіздің денсаулықтарыңызға құрметпен қараңыздар. Яғни сіз ауырып жатқан кезде ол сіздің ұйықтап жатпау керек, сіз ауырып қиналып жатқан кезде бейжай жүрмеу керек. Жұмыстан сұранып келе алатындай, мен ауырып тұрмын деген кезде көмекке келе алатындай, көмекші бере алатындай, ақша бере алатындай, демалысында қарата алатындай мүмкіндік болу керек. Яғни денсаулыққа бейжай қарамаңыздар. Сіз өзіңізге қандай қарым-қатынас көріп жатсыз, сондай қарым-қатынасты бере аласыз. Сондықтан өзіңізге құрмет көрсетуді үйренгеніңіз жөн. Жалпы енді былай жаса деп айтудан аулақпын, бірақ мен өзімнің өмірімде осы қағидаларды, осыларды мән бергенмін.
бәріңізге баянды махаббат тілеймін. Иншалла бәріңіз өздеріңіздің сана биігіңізде жолығатындай махаббат болғаны жақсы. Айтпақшы, қыз бен жігіт болып жүрген кезде қатты ұрысып көріңіздер. Мен осыны сіздерге айтамын. Білмеймін енді қаншалықты дұрыс, бірақ менің практикамда көмектесті. Яғни сіз өзіңіздің жарыңыздың, жалпы өзіңіздің адамыңыздың ашуланған кезде, ұрыс кезінде қандай эмоция білдіре алатынын көресіз. Яғни бізде болды, мен қатты ренжіп қалдым, мен айттым, мен ұрысқан кезде қырсықпын, мен сөйлеспей қоюым мүмкін 1-2 күн деп. Ал ондай кезде менің жолдасым, қандай қарым-қатынас, ол кісіде ондай жоқ, ол кісі сөйлей береді, ондай, мен қырсығып жатсам, ішсеңіз ішпесең қой деген жоқ бізде. Ол кісі тамағымды әкеп береді, мен тамақ жасамай қойсам, ол кісі тамақ алып келеді, мен төсек салмай қойсам, ол кісі төсек салады, мен балаларға қарамай қойсам, ол кісі баланы қарайды. Жалпы ұрысып көру керек. Қайдан білесіңдер, может, ол Құдай сақтасын, ол эмоциясын басқара алмайтын адам шығар. Сен ұрып жіберуі мүмкін, я болмаса қатты сөздер айтып қоюы мүмкін, қатты жекеңе тиетін сөздер айтуы мүмкін. Сондай секілді, ол мүмкін ашуланған кезде мүмкін абьюз, жынды болып кетуі де мүмкін шығар. Сондықтан ұрысып көргендерің абзалырақ. Бірақ қатты ұрыспай, бірақ ұрысын таяқ жаққа жүріңдер. Жалпы қарым-қатынас ол жыл сайын өзінің мықтылығын күшейтетін дүние. Ешқашанда 3 жыл, 10 жыл, 20 жыл мықты семья шығарсыңдар, мықты отбасы шығарсыңдар деген түсіністік жоқ. Жалпы сан ешқашанда сапаға келмейді. Ол барлық отбасыда мінсіздік жоқ. Идеалды отбасын ешқашанда саналарыңызда қалыптастырмаңыздар. Ұрысу норма, бір-біріне ренжу норма, екеуінің пікірің бір-біріне келмеу норма, сен оның пікірін қабылдай алмауың норма. Оның барлығы норма, қыздар. Осыны ұғынсаңыздар болғаны. Ешқашанда идеальный отбасы жоқ, мінсіз отбасы жоқ, ұрсыспайтын отбасы да жоқ. Біз қатты ұрысып қалдық деп қатты депрессия болмаңыздар. Одан кейін сіздерге мен бір құпия айтайыншы. Ұрыс кезінде ешкімге ештеңе айтпаңыздар. Ол рас. Тіпті құрбыңызға да, көршіңізге де, сіңіліңізге де, балаларға да айтпау керек ол дүниені. Неге? Себебі сіз шындығында өзіңнің күйеуіңмен татуласатын адамсың ғой, өзіңнің адамыңмен татуласасың. Ал ол адамдарда жаман пікір қалыптасып қалады, ішінде қалып қалады бәрібір. Одан бөлек, ол пікір қалыптаспаған күннің өзінде бір күн болмасын, бір күн сізге күлкі ретінде айтуы мүмкін. Ой, осы сен өмір сол ұрысып жүреді екенсің. Ой, алдында сөйтіп еді ғой сен күйеуің. Алдында бүйтіп қалып едіңдер ғой деген әңгіме болады. Сондықтан қатты эмоцияңыз симай бара жатыр ма, жазып тастаңыз. Я болмаса видеоға түсіріп айтып тастаңыз. Қатты нервің ұстап барса, сол адамның өзіне айтыңыз, болды. Бәріңізге баянды махаббат тілеймін. Иншалла бәріңіз оншақты ұлдарыңыз, оншақты қыздарыңыз болсын. Саналы ұрпақтың ата-анасы болыңыздар, ұрпақтарыңызбен мақтаныңыздар, ұрпақтарыңызбен көсегелеріңіз көгерсін иншалла. Болғандарыңызға рахмет, менімен болғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.